Мен қыздарым бір не қанда, бір өзі түсіндіріп айтсын, алып түсіндіріп айтшы қызым, қандай? Қане бір қарап айтшы. Қарапақста музыка мұның. Жұлдызлардың ең жақсын теріп ала қойған. Адамлардың ең жақсын сол жақтыға бара қойған. Асқар таудай адамлықты, ағын судай шадамлықты, ұлылықты, едемлікті көкірегіне құя қойған суды құйды. Сен тұрасаң бақыты да, суды да, батуды да. Халық деп сенің атыңды да кім қойса да тана қойған. Кім істеген еді мұны? Ашпам істеді да, басқа кім істейді? Ашпам? Ауа! Болды ма, басқа не? Басқа не? Сен қане, сен туарсаң дегенде нау екі қабат қылып істеген бе? Ашпақ шақыр? Ашпа депте шақырып атты. Жайлан, сен сызғансың ғой. Не зат мынау? Түсіндіріп бер қане? Түсіндіріп бершеш? Мынау сызып бергенсің ғой. Сен сызды деді ғой. Не зат мынау енді? Мынау қолына жинап алған ба жұлдызларды? Енді теріп атыр да, я? Мына неге екеуі жыл не, үшеуіне емес жанбай тұр? Адамлардың ең жақсысын деп отыр ғой, әмесі жақсысы деп отырған. Бесеудің ішінде екеуі жақсы дегені мен ау? Адамлардың ішіне сол екеуін сайлап алғаны ма? Ой, мынау не? Сол екеуі ме? Сол теріп алған ба? Сол жақтаға баратыр ма енді? Мынау не батыр енді? Ал, мен түсінмеймін, сол жақтаға жатмысы. Мынау не? Таудың үстінде не жүр бұл? Мынау не? Дана дегені ме? Мынау сұлу. Мынау батыр. Сен туарсаң ақылды да, ақыл дегені ме? Бақыты да. Сен туарсаң ақылды да, сен туарсаң сұлулықты, батырды да. Сұлуды да, батырды да. Мынау сұлу ма? Сақалды ма? Не ма? Әйел адам ма? Қалып деп сенің атыңды да дегенде не таба алмадың ба оған? Сурет. Фантазия ұрып тұр.